күтпеген хат. Жел есікке салып кеткен бір парақ қағаз Аянның өмірін астан-кестен етті. Кәдімгі ақ қағаз, бірақ үстіндегі жазу жүректі қақ айырып жіберердей. Сенің әйелің менің төсегімде болды. Аян біразға дейін түсінбей аңырап тұрды. Әуелі бұл біреудің ақымақ қалжыңы шығар деп ойлады. Бірақ қолындағы әріптер тым нақты еді. Қолтаңба таныс емес, алайда жазу жігерсіз, бірақ кетпен жазылған. Біреу әдейі оны жою үшін жазғандай. Үй ішіне кіріп қап-қара түске боялған ойлармен бірге есікті жапты. Әйелі Арайлым ас үйде кешкі ас дайындап жүр. Әдеттегідей күлімдеп қарсы алды. Қал жағдайың жақсы ма, Аян? Аян үндемеді. Хатты қалтасына тығып ішіне бүктеп салды. Жанында тұрған әйеліне күдікпен қарау оған ауыр тиді. Бірақ ол хатты көргелі бері ештеңе бұрынғыдай болмайтын сияқты. Әрбір сөз тікенек. Бірдеңе болды ма? Деді Арайлым даусы сәл дірілдеп. Жай, жұмыста шаршадым. Аян өтірік айтып тұрғанын сезді. Алғаш рет әйелінің жанарынан таныс жылылықты емес, бір түрлі жасырынған алаңдаушылықты байқады. Бәлкім, ол да бірдеңені сезіп тұрған шығар. Кешкі асты үнсіз ішті. Арайлым бір-екі рет Аянға сөйлеспек болды, бірақ күйеуі бір ауыз жауаппен шектелді. Қолындағы хат ойынан кетпей, көз алдынан әлгі бір белгісіз, бейтаныс адамның түрі елестеп кетті. Бұл кім болуы мүмкін? Және бұл шындық па? Түн үйдің іші жым-жырт. Арайлым жастыққа басын қойып ұйықтап жатты. Ал Аян көз іле алмады. Ойы сан-саққа жүгіріп, әлгі хат мазасын алып бітті. Ол орнынан жайлап тұрды да, қап-қара түнектей ауыр оймен жұмыс бөлмесіне кірді. Үстел үстіне хатты қайта жайып, әр әрпіне үңілді. Сенің әйелің менің төсегімде болды. Бұл жай өш алу ма, әлде арасында болған оқиға ма? Аян телефонды алып, Арайлымның мессенджерлерін тексергісі келді. Ол өз-өзімен күресті. Сенім мен күдік, махаббат пен ыза бәрі бір сәтте жанына жиналып алғандай болды. Ақыры шыдамай, әйелінің сөмкесін ақтара бастады. Ішінен ештеңе таппады, тек бір кішкентай қағаз бөлігін байқап қалды. Қонақ үйдің визиткасы. Артқы бетінде күн мен уақыт жазылған. Сейсенбі сағат 14:00. Бұл не? Неге бұл визитка әйелімнің сөмкесінде жүр? Аянның жүрегі шымырлап кетті. Әлгі күдік енді нақты белгілерге айнала бастағандай. Ол сол қонақ үй туралы интернеттен іздей бастады. Қала шетінде орналасқан, онша белгілі емес мекеме екен. Жай адамдар демалатын жер емес, көбіне жасырын кездесулерге арналғаны туралы пікірлерді оқып, іші тіптен оттай жанды. Егер бұл визитка жай кездейсоқ түсіп қалған болса, неге артында уақыт жазылған? Сол түні Аян ұйықтамады. Таң ата салысымен әлгі қонақ үйге баруға шешім қабылдады. Ол шындықты білгісі келді. Арайлым болса ештеңеден бейхабар, тәтті ұйқыда жатыр. Аян ерте тұрып, үйден үнсіз шығып кетті. Көлікке мініп, жүрегіндегі дірілмен қонақ үйге қарай бет алды. Көзі жолда болғанымен ойы тек бір нәрсені ғана қайталай берді. Мүмкін емес. Арайлым ондай адам емес. Бірақ егер рас болса ше? Қонақ үйге жеткенше қанша уақыт өткенін аңдамады. Алдында сылбыр көрінетін, шетке тығылған, кішкентай ғимарат тұр. Есігінің үстінде тозығы жеткен тақтайшада айна деп жазылған. Бір түрлі шындықты көрсететін айна секілді. Ішке кірді. Ресепшнде орта жастағы әйел отыр екен. Аян сыпайылық танытуға тырысып күлімсіреді. Сәлеметсіз бе? Мен сіздерге бір адам туралы сұрақ қойғым келіп еді мүмкін. Жексенбі күні, осыдан бір апта бұрын, сағат 2 шамасында бір әйел келген шығар. Әйел сәл ойланып қалды. Күн сайын қанша адам келіп кететінін айтып күмәнмен қарады. Аян қолындағы визитканы ұсынды. Міне, мына күн мен уақыт. Осы кезде бір бөлме жалданды ма? Ресепшн әйел бір дәптерді ашып, әлгі күнге көз жүгіртті. Біраз уақыттан кейін жай ғана. Иә, бұл күні бір бөлме жалданған. Бірақ біз қонақтар туралы ақпарат бермейміз, деді салқын үнмен. Аян демін ішіне тартты. Күтті, бірақ ішкі түйсігі алдамайтынын сезді. Қанша уақыт болды? 2 сағат. Сағат 2-ден 4-ке дейін?
Бұл сөз жүрегіне қанжардай қадалды. Дәл өзі жазылып тұрған уақыт. Демек, бұл кездейсоқтық емес. Әйел жалғыз болды ма? Мен бұдан артық ештеңе айта алмаймын. Кешіріңіз. Аян сыртқа әрең шығып көлікте біраз отырды. Кеудесінде ашу, қорлау және сенімнің қираған қалдығы қатар өртеніп жатты. Бірақ нақты дәлел әлі жоқ. Ол енді шындықты әйелінің аузынан естігісі келді. Кешке дейін үйге қайтпады. Ой саңсаққа жүгірді. Бірақ ендігі жоспар анық еді. Арайлым шындықты өз еркімен айтуы керек. Аян үйге кеш бата келді. Аяғы ауыр басып, есікті жай ашты. Үйде үнсіздік орнаған. Қараңғы бұрыштар тіпті қаралы көрінді. Арайлым ас үйде, үстел басында бір кесе шайын ұстап отыр екен. Оны көрген бойда орнынан тұрып, «Қайда жүрсің?» «Уайымдап кеттім» деді, даусын жұмсартып. Аян оның жүзіне тік қарады. Еш сөзі жоқ. Көзіндегі салқындық Арайлымның жүрегіне инедей қадалды. «Аян, не болды сан? Отыр, бірге отырып сөйлесуіміз керек». Арайлым үндеместен орындыққа отырды. Қолындағы шайы дірілдеп төгілді. «Маған шындық керек», Арайлым, жалған сөз емес. Әдемі жауап емес. Тек шындық. Әйелі аң-таң күйде қалып, ернін қимылдатпақ болды, бірақ Аян оны тоқтатты. «Сен мына визитканы танисың ба?» деп қонақ үйдің қағазын үстелге қойды. Арайлым әлгі қағазға бір қарағандағы жүзі ағарып сала берді. Көздері кең ашылып, қолы қалтырай бастады. Бұл тек кездейсоқ қағаз емес. Бұл дәлел. Сен сол күні сағат 2-де сол жерге барғансың. 2 сағат. Не істедің?» Арайлым орнынан тұрып кетті. Көзінен жас сорғалап, қолымен аузын жауып, жылап жіберді. «Аян, мен саған айтқым келген, бірақ қорықтым». «Неден? Мені жоғалтудан ба? Әлде шындықпен бетпе-бет келуден бе?» Арайлым ентіге бастады. Даусы дірілдеп, әр сөзін айтуға қиналды. «Ол сенің досың, Ернар еді. Бір рет болды. Сен сапарда болдың. Мен жалғыз болдым. Әлсіз сәт мен өзіме келе алмай қалдым». Аянның жан дүниесі бір сәтте қирап түсті. Ернар бала күнгі досы, бауырындай жақын адамы. Сенім бірақ сәтте шағылып түскен әйнек секілді еді. Аян түнде ұйықтай алмады. Қанша тырысса да, көзін жұмған сәтте Ернардың беті елестейтін болды. Балалық шақ, мектептегі естеліктер, бірге ішкен шай, дастархан басындағы күлкі, бәрі енді болып таңып тұрғандай. Енді сол адам оның төсегін таптап кеткен бе? Таң ата салысымен Аян телефонын алып, Ернарға хабарласты. Даусын мүмкіндігінше сабырлы етіп. «Ернар, кездесейік». «Маңызды». «Әрине, бауырым». «Сағат нешеде?» «Қазір қаланың шетіндегі саябақта». Сағат 7-де саябақтағы орындыққа отырып, қолдарын қалтасына салып күтіп отырды. Көп ұзамай Ернар да келді. Көңілді көрінетін. Әдеттегідей, арқадан қағып. «Не болды?» «Бір түрлі үнмен сөйледің кеше» деді. Аян орнынан тұрып, Ернарға тура қарады. «Сен менің әйеліммен болдың ба?» Сұрақ тура найзадай қадалды. Ернардың күлкісі сәл тоқтап, жүзіне көлеңке түсті. «Не дейсің?» «Айттым, шындықты айт». «Мен бәрін білдім». Арайлымның өзі айтты. Ернар бір сәт үнсіз қалды. Көзін тайдырып жерге қарап. «Аян, бұл қателік болды. Мен де өзіме сене алмай қалдым. Ол өзі келді, сен жоқта, біз екеуміз де әлсіз болдық». Аянның жұдырығы түйіліп тұрды. Бірақ ол өзін әзер ұстады. Қарсы алдында тұрған адамды ұрып емес, сөзбен өлтіргісі келді. «Сен менің досым едің. Бауырым, ең жақын адамым. Ал сен не істедің? Артымнан пышақ сұқтың». Ернар басын төмен салды. Даусы тұншығып шықты. «Мен кешірім сұраймын, Аян, өкініп жүрмін». «Шынымен?» Аян үндемей бұрылып кетті. Жауап айтпады. Оның жүрегі енді еш кешірімге сенбейтін. Сенім бір рет өлсе, қайта тірілмейді. Ол үшін дос та, әйел де енді бұрынғыдай емес. Күндер өтті. Аян үйде де, түзде де тыныш жүрді.
Бірақ іші бос еді. Арайлымның көз жасына да, ақталуына да енді жаны ауырмайтын. Көз алдында отырған әйел оған таныс емес адамдай сезілді. Бір кездері оны жақсы көрген, бірге болашақ құрып, отбасын армандаған сол Аян енді жоқ. Арайлым бірнеше рет сөйлеспек болды. Аян, мен қатты өкінемін. Бар болғаны бір рет еді. Бір қателік. Мүмкін. Бәрін қайта бастаймыз ба? Дегенде оның дауысы үміт пен қорқынысқа толды еді. Аян оған бір сәттік қарады. Көзінде мұз қатқандай салқындық бар. Бір рет, бұл сылтау емес. Бір рет болған нәрсе бәрін жоққа шығарды. Сен менің әйелім емес, жат адамсың қазір. Арайлым жылап, тізерлеп жатып кешірім сұрады. Бірақ ол енді Аянды қайтара алмайтынын сезді. Еркектің сенімі әйнек. Бір сәтте сынып кетсе, оны қайта жамап құрастыру мүмкін емес. Келесі күні Аян жұмысынан шығу арызын жазды. Пәтерін сатып ауылдағы ескі үйге көшетін болды. Телефон нөмірін де ауыстырды. Ол барлығынан алыстағысы келді. Ернарға да ештеңе айтпастан соңғы хабарламасын жазды. Досым емес екенсің. Қош бол. Арайлым бір күн үнсіз үйде отырды. Есіктің жабылған дыбысы бұл естеліктің де жабылғаны екенін білдіргендей. Қабырғада ілулі тұрған үйлену суреті енді тек өтірікке толы ескі қағаз секілді. Аянның көлігі қаладан шыққанда артқа бұрылып қарамады. Өйткені артта қалған тек сатқындық, өтірік және күйреген сенім еді. Ол жаңа өмір бастамақ. Тек бір нәрсені ғана анық білді, енді ешқашан ешкімге толық сенбейді. Түйін, шындық әрдайым ашылады. Бірақ ол ашылғанда ештеңе бұрынғыдай болмайды.